Сәлем достар, сіздермен бірге осындай бананы в шоколадені жасаймыз. Шынымды айтсам, бұл арқылы ай сайын 50-60 мың теңге тауып отыруға болады. Менімен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Сіздерге қазақша мастер-класс деп айтсам да болады. Ең алдымен осындай капля шоколадымызды ертіп аламыз. Мінекей ертіп алдық. Бұны водяной баняда ерітіңіздер, немесе микроволновкада ертуге болады. Ерткенде ең алдымен ыдысымыз құрғақ болу керек, бір тамшы су болмау керек. Сосын барып ертетін боламыз шоколадымызды. Енді бананымызды осылай кесеміз, сыртын ашып. Енді осылай бөліктерге бөлеміз. Бізге енді пергамент қағазы керек. Сосын шоколадымызды басқа ыдысқа құйып аламыз. Шоколадпен жұмыс жасағанда шоколадымыз 30 немесе 32 градусқа суып тұрған болу керек. Ыссы шоколадқа бананымызды батыруға болмайды. Әйтпесе шоколадымыздың бәрі ағып кетуі мүмкін. Және де мына таяқшаның орнына зубочистка пайдаланғандарыңыз дұрыс. Енді мінекей осындай коробка және де осындай астына салатын қағаз. Енді коробкаға бананы в шоколадымызды орналастыратын боламыз әдемілеп. Мінекей осымен бананы в шоколаде дайын болды. Мінекей өздеріңіз көргендеріңіздей өте әдемі, өте нәзік. Сіздермен бірге болған Нұргүл.